Assalamu alaikum misatulun көршілер, қатты алушылары. Бүгін 14 май 2026 жыл. Сіздерге бір маалымат беріп кетейін дедім еді. Өзім 3 жылдан бері қой бизнесімен жүрем. Қанша таптым, бір қой қанша береді. Бұл жерде бірінші қойларым деле бар. 3 жылдан бері бір қоймен жүрген қойлар бар. Адан қанша пайда түсті. Так, 3 жылдан бері өзümde жүрген қойдан 2 жыл болды. 2 жыл болып қалды почти. 2 жыл, şu 2 жыл болып, 2,5 жыл болды. Bir қойдан 170 мың сом пайда түсті. Ал бұл жерде 60 қой бар. 170 мың пайда болса, бұл жерде почти пайда 1 миллионға жақын пайда көрдік 3 жылдан бері. Жайдары пародасы 70% жайдары, 30% арашан koylar var. Şu birinci toktular bu yıl primerde 40 мың сомнан сатып attık bir balasымен, erkek kozlarымен, urgaç kozlarымен onca ketpey attı. 30-31 мың kuşkur baldarымен 40 мыңға чейин барып attı. Так, бұл toktu 2 жыл болып қалды, 2 тиш. Bunun 2 balası var. Burada bir жылда пайдасы 40 мың сом болды. Расход примерно шуға 5 мың сом кетеді bir жылда. Bir жылда 5 мың сом кетеді әрбір қойға. Жазда іштеке беріледі бұларға. Şu adırdan bağlat, adır, acı, şuak, açık sütler var. Şu flormelle sevilet, adırınca bu baldarını bölüyoruz, sütten çıkardık. Sonra bölüp enesini sevmek çıkarıp bolup çıkacak. Enileri arık, baldarı temiz olup kalған. Şuğa bir balasını qaytıp sütten bölsök деп жүрөбүз. Bugün biz iki adam bolup эле козуларды бөлөк багат элек. Ургачылар бөлөк багып шөйт эле sütten çıkarıp koyat элек. Sizlerin oyuңуздарда şu qaytıp çıkarsak болот жөнүндө bir комментарий жазып маалымат берип кетсеңиздер жакшы болот эле. Şu кой бизнес өтө жакшы. Az bir ayına расход кетирем. Кайта мага пайда болот. 30 кой меники, 30 кой бирөөнүкү. 15 мың сом алам. Айгачы, айга 15 мың сом алам. 15 мың сом примерно 350-400 сом болуп калат. 400 сомдой болуп калат. 400 сомдон багам bir койду. 30 кой бар. Бул жерде бул тоого чыкпайт эле. Экөөсү немелер пишпайт эле бул. Adırla bakalım. Başta 5-10 günden кейін paski salgın, жылгынды bilsеңizdер керек. Şöyle жылгын kapçım. Kölünköde jakta örüşet. Otup jetaydı otla acırık. Şu otlu jakta örüşet. Al jakta su var. Kozlar $1000 burada жыл satılıp atты. Koşkurlar jakşı bolup atты. Bu arşan var. Hazırınca jakşı kozlarının biri. Liniyası var. Kulak 17 cm çıkat. Bir dike деген koy var. Жылына 2-3 өн туат экен. Ал деле ям бизнес бирок. Şu жакшы козулар болуңуз. Бизнес жүрүп жатат. Жылга нормально пайда калат бул жердечи. Мындай ишиң чийип калса деле сарт алып чыгып эле сатасың анычы. Кыйыны жок. Эч кандай кыйыны жокчу. Бағасын жайып қойсын, көрет. Шундай жерде бағам. Тетиги жактарачы. От жакшылар азырынча. Жүрүп эми. Азыр пәс чыгып жүрөм да тетиги жакты көрүп атасыздар. Ошол жакка түшүрөм. Siz şu kanalda birinçilerden bolup көрүшүп мага катталып, лайк, жакшы комментарийлер жазып коюңуздар. Кийинки видео эмне жөнүндө болсун? Биз комментарийге жазып кетиңиздер.